Бүгін YouTube'дағы ең мықты екі қазақ ютуберлерді ұпаймен салыстырамыз. Диана Q және Али KZ. Ой! Шал келатыр. Шал атпа мені. Бәріне ешқандай не жоқ. Шыны керек қой, ешқандай не жоқ. Тупик! Тупой дегенің болмады енді. Тупик! Тупой мына жерде. Бұл видео өте қызықты болды. Сол үшін до конца қара. Бірі қорқыныштың ханшайым болса, Лабубудың тек басы ғана қалды. Енді осыны үшін көреміз. бүгінгі шайқас 5 раунд. Әр раунд бойы бір ұпай. Сен кімді қолдайсың? Диана Q ме, әлде Али KZ бе? Егер екеуін ұнатсаң, арнаға жазып, лайк басып, 1000 лайкқа жеткіз бастайық. Тоқта, сен қарап отырсың ғой. Арнаға тез жазыл, уақыт берем. 3, 2, 1. Жарайсың, жазылдың ба? Онда бастайық. Бірінші сайыс. Жазылушылар. Қараңыздар. Диана Q'де 430 мың жазылушы. Не деген көбе? Ал Али KZ'де 2.910.000. Почти 3 миллион. Бұл тіпті жоғары. Али KZ жалпы қазақ ютубындағы ең үлкен подписчиктердің бірі. Мұнда сөз жоқ. Әрине Али KZ алып кетеді. Себебі ода жазылушылар көп. Бірақ тағы да сайыстар болады. Келесі раунд. Видеолардың қаралымен белсенділігі. Диананың видеоларын шамамен 400 мың, 300 мың видео адамдар көреді. Ал Али KZ'ді де дәл солай. Тіпті одан да көп. Бірақ та Али KZ бұрынғы ютубер болғандықтан, ал Диана Q жаңадан бастаған, осы жылы бастаған ютубер болғандықтан Диана Q'ге бір ұпай берейік. Себебі оның ютубы қарқынды дамып жатыр. Диана Q'де бір ұпай, Али KZ'де бір ұпай. Достар, тағы да лайк бастың ба? Ұмыт кетпе. 3-ші раунд. Диана Q қорқынышты, жұмбақ, мистикалық контент түсіреді. Ол тіпті TikTok'тағы үрей видеоларын қазақша стильде жеткізеді. Қызық, ерекше, интригал. Ал Али KZ ойын әлемінің қожайыны. Minecraft, Roblox, GTA басқа да күлкімен шоуға айналдырады. Қайдасың? Жаста келді ойып, дегедік лесенсиядан түсе алмай жатырмын. Міне жүр әже қалы. Жанр жағынан Дианада ерекше фишка бар. Ол ютубтағы қазақша страшилка скилл енгізген алғашқы блогерлардың бірі. Ол үшін Диана Q'ге бір ұпай. Вообще Диана Q'де 2, Али KZ'де 1. Керемет, Диана асып жатыр. Келесі раундқа көшейік. 4-ші раунд. Энергия мен көңіл күй. Енді тексерейік, кімнің энергиясы мықты. Диананың видеоларында тыныш, жұмбақ атмосфера. Қарап отырып ойланып кетесің. Ал Али KZ'ді: "О достар, бүгін біз Майнкрафтта жын нәрсе істейміз" деп сені экраннан ұжылып кетеді. Энергия, күлкі, драйв үшін екеуіне де бір ұпайдан. Диана Q'де 3 ұпай, Алида 2 ұпай. 5-ші раунд. Көрермен әсер мен эмоция. Енді достар, шешуші раунд. Кім көбірек эмоция сыйлайды? Диана Q видеосын көрсең, жүрегің дүрсілдеп, қызығып кетесің. Қорқынышпен әдем баяндау. Оның стилі. Али KZ күлкімен көңілді эмоция береді. Бірақ та Али KZ'дің контенті ерекше атмосфера береді. Сол үшін Али KZ'ге тағы да 1 ұпай. Қорытындылай келе. Али KZ'де 3 ұпай, Диана Q'де де 3 ұпай. Екеуі де ресми түрде бүгінгі жеңімпаз. Сондықтан екеуі де өз саласында легенда. Бірі күлдіреді, бірі қорқытады. Бірақ екеуін бірге көрсең, YouTube әлемін толық сезінесің. Қайсысы саған көбірек ұнайды? Төменге пікір жаз. Ал егер Диана Q'ді қолдасаң, лайк басып және осындай елестің стикерін қалдыр. Ал Али KZ'ді қолдасаң, жостиктің стикерін және арнаға жазылып қой. Лайк бас, арнаға жазыл. Келесі видеода тағы да қазақ ютуберлерінің шайқасы болады. Сенен бірге болған Султанус. Келесі видеода кездескенше. Подписывайтын етінде лайк басыңдар. Қош сау болыңдар. Давай. Чау! Болды.
Красавчик!